Бәріне сәлем достар, сендермен бүгін Темірлан Ерлан. Мен Темірлан Ерлан. Так, не деп тұрмын ойбай. Так, мен Темірлан Ерлан. Мен ақырғы видеомда осы 3 апта бұрын шыққан сол видеода 23 мың просмотр жиналды. Сон 23 мың просмотрдан где-то 800 адам подписаться етті. Одан кейін 820 лайк болды. 100 бір нәрсе комментарий болды, 100 бір нәрсе дизлайк болды. Сол видеом атқанына қуаныштымын. Атқан деген атқан жоқ енді, ол популярный болып кетті. То есть 20 мың просмотр деген аз емес мен үшін. Сосын басқа видеоларында 1000, 1700, 1500 просмотр ала бастады. Бүгінгі видеода өте қызықты бір зат көрсетемін қазір. Так, 3, 2, 1. Достар, міне, мынау пресс-качестве етуге арналған. Пресс-качестве қосып қоясың, электро бір нәрсе деген. Ол мен үшін емес, ол бір адам заказ берген. Қазір мен мусор төкіп келейін, далаға шығып, мусор төкпей жатырып жазып отырмын на видеоны. Сосын қолыма внимание обращайте. Видео түсірген сондай болады. Сондықтан мен кеттім, қазір мусор төкіп келейін. Ұстап алдым камераны менге. Менде камера қазір так орнықты бүйтіп қояйық ортасына. Сосын міне, менде мынандайдан енді екеу. Өйткені біреу өзім заказ бергем, бірақ өзіме емес, ол бір бала сатып аламын деді, сосын сатып алған жоқ, сосын мен заказ бердім. Сосын жарты үйде жата берсін дедім да. Қолданамын ба деп ойлағам, қолданып келген жоқ. Сосын үйде жатыр, просто қазір мен жаңасын ашып көрсетемін, просто не бар екен. Сосын ескісін көрсетемін қалай жұмыс істейтінін, просто пресске істеймін. Өйткені пресс жоқ, просто қолға істеймін, түп істегенін көрсетемін. Так, қазір мен штатив бүйтіп қояйын. Так, бәрі көрініп тұр деп ойлаймын. Мен қолым. Мынау новый, Так, свет қосайық. Міне. Қайсы новый? Жарты қазір білеміз. Вроде мынау новый. Так, аламыз. Мына қағаз бүйтіп ашылады. Ашамыз. Астынан түсті көтереміз. Міне ашылды. Міне көріп тұрғандарындай дай деп обращаться буду. Так, түгел көрініп тұр. Міне көріп тұрғандарындай біреу, екеу, үшеу тұр, Сосын астында главный моторчиктары мен қараңдар. Қазір түгел түсіндірем дұрыстап. Мынаны алам. Мынаны шетіне қойып отырамын. Мынаны алам. Мынау пластинасы. Мынау пластина. Бұл пластинаға мынандай моторчик жабысады. Мынандай клипс сияқты бар. Сосын былай жабысады. Сосын мынау қосасын. Сөйтіп қазір мынандай үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Не инструкция, который ешкім оқымайды. Сосын мынандай дой пресске арналған бар. Бітеміз. Сендер сұрауларың мүмкін, неге новыйды ашпайсың, жалко ма, аяқ тұрсын ба деп. Ол товарный вид. Ол продукттың товарный виді. Товарный вид деген ол жаңа күйде апарып беру керек мен заказ берген адамға. Бұның құны осындай сататын сайттарда 18 мың теңге, а мен 6 мың теңгеге сатып отырмын. Өйткені өзі арзан тұрады. Новыйны алайық, дұрыстау жоқ қойып апарады. Ал енді мынау ескісі. Ескісін аламыз. Қалай шықты? Бүгін
шығады. Так что ренжімеңдер достар, мен монтировать ететін ноутбукты бір жерге алып барсақты. Так, мынау мен ескім, мына жерде үшеу тоже, мыналарды алған. Мына қараңдар, мынау пластина, иә? Мынау бүйтіп қолға тағылатын пластина. Мынау преске тағылатын пластина. Мына пластиналар бүйтіп қойылады. Так, қарайын, мынау батарейкасы бар. Істейді. Мынаны қосайық. Тик-битик, мынандай зат. Аламыз. Ай, үй. Аламыз, мынаны алып тастайық. Так, незорный костюм. Көрініп тұр деп ойлаймын. Мынау мен қолыма тағылды, иә, бүйтіп тағылады. Мынау қосасын. Бірнеше режим бар, мынау бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Сосын мынау программасында тұр. Тағы бір рет басасын. Ой, мына қараңдар. Мынау уже тоқпен ұрып жатыр. Тоқпен ұрып жатыр. Ол ұратын тоқ тағы қатты болса, былай жұмыс істейді. Міне. Мен достар, мен принципін көрсейін деп жатыр. Міне преске тағылатыны. Көріп тұрғандарында кішкене вибрация бар. Максимал дейміз қой. Міне. Так, яркость. Енді более-менее көрініп тұрған. Былай программаны ауыстырасыңдар. Көрсіңдер ма? Міне жұмыс істеу принципі сондай. Мен мысалы мен қолымдағынды, то есть аласын, қазір достарымдар. Аласын. Аласын. Басасын. Міне қосасын. Болды. Кішкене тоқпен соққаны бар. Одан кейін басылып кетеді ол. Мен просто ұзақ қолданған жоқпын оны. Жарт болды өшек. Мынаны аламыз. Обязательно жауып қою керек, өйткені гель бар ғой. Сол сухой болған, сухой болса жауыспай қалады деген сөз. Аламыз. Енді көрініп тұр деп ойлаймын. Мынаны алайық, бүгін жинайық обратно. Мынау үш мынандай. Мынандай. Мынаны жабамыз. Так, достар, енді айта кететін сөз бар, то есть толық адамдар сата алмайды, то есть ойлап қалмаңдар, әлде толық адамдарға лентяй, үйде жатады, бездельник, түк істемейді, соны қосып жатқысы келеді деп. Жоқ, менен сатып алатын адам, ол өзі, то есть тренажерный залға барады, плюс еще нан сатып алады, өйткені, то есть айтады, мен көп задание істеймін, содан кейін отырып до конца добивать етуге кейде күш болмайды дейді, ол өйткені көп андай штанг көтеретін адам, то есть одной группіне кім штанг көтереді. Сосын сол айтады да, то есть добивать ету үшін осындай зат аламын, что пресс әдемірек болу үшін, көріну үшін деген сияқты. Солай мен өзіме ақша табамын деуге де болады, осындай заттар сатамын, то есть мен Алматыда таныстарым бар айналысатын, соларға айтамын, осындай зат керек, олар бағасын айтады, мен өз үстіндегі бағасын қосам, то есть мен 2000 теңге ғана қосам, 2000 теңге қосам, адамдар іздейді осындай затты. Сосын мен айтамын, давай мен саған тауып беремін деп. Оны маған ақшасын береді, мен Алматыдан заказ беремін. Бір күн келеді, пойыздан тосып аламын, соның қолына апарып беремін, ақшасын аламын, болды. Сонымен менің жұмысым аяқталады. Сосын достар, алдыңғы видеода көптеген хейтерлар болды, то есть айтады,
бұл сенің үйің ба, сен бай тұрасың, то есть тағы не болды, басқаларға кальян тартуды үйреткен нес, сондай жаман хит болды. То есть маған блогерға, то есть начинающий блогерға, то есть обидно болды ше, содан кейін мотивация жоғалып екен. Сосын мен айтқа кететін, ол мен үйім емес, мен базам емес, мен тұратын жерім емес, мен жұмыс істемеймін ол жерде, мен танысымдікі емес, мен туысқандікі емес, мен вообще обычный семьядан өскен адаммын. Ол жерде мен просто двоюродной ағамын, мен анамның бауырының баласы. Сол бала 21-де, то есть үлкен жігіт, сол жерде жұмыс істейді. Кейде мен сол жерге барып, PlayStation ойында кейде қонуға қаламын. Соны типа 24 сағат сияқты істеп көрсеткенім ғой. Ана Геленваген деген артында ол тоже адамдар болған. Мен ағам таныстар екен, достар екен. Сосын олар өздері шығып андай далада видео түсіріп да. Сосын мен келдім айттым, жігіттер, давайте мен тоже өз каналыма артына видео түсіріп алайыншы дедім да. Солармен видео түсіріп алдым. Мен көргендеріне типа есікті қалай ашып, то есть түсіндіріп та керек емес по идее, но ойлап қалмаңдар, мен бай семьядан емеспін. Мен обычная семья, то есть средняя семья деп айтуға келмейді енді, ниже среднего деп қоятын айтам. Сол жарайды достар, ерте так жақында көптеген видео түсіруге тырысамын, осымен тоқтап қалмаймын. Аптасына бір 4 видео түсіремін. 4 өмірінде қызықты моменттарды аламын да. Вот 2 күн болады ғой, 2 күн қызықты моментін аламын өмірімдегі ше, бір историяны аламын да, соған видео түсіремін. Содан бір склейка жасаймын да, бір видео жасаймын. Так что тосыңдар, қазақ ютубын дамытуға тырысамын деп ойлаймын. Короче, көп видео түсіремін, качественно түсіремін, жақсы монтаждаймын, жиі деп ойлаймын. Ал жарайды, давайте.